Всем привет, достар! Қалайсыңдар? Мен бүгін осындай сублимированный фруктының дәмін көріп, и мен осының шын дәмін сіздерге айтатын боламын. Осыны біз қазір жеп көреміз. Трендтен алмайық деп алдық та сегодня. Осындай жүрек астында әдемі болып келді. Міне бізде клубника, сосын мынау қауын, сосын инжир бар, киви бар, сосын банан бар. И все, осындай дәмдері бар. Қазір біз дәмін көретін боламыз. Не біз ашып алдық, енді қазір жеп көретін боламын. Клубника жеп көреміз, ә? Клубника қышқы. Қышқы кислый екен. Нормально. Қазір клубникаға қысой тұрды. Қышқы екен. Сіздер жеп көрдіңіздер ма? Комментке жазып кетіңіздер. Клубника күшті екен. Мені уже екі кісі деп Қасын жейміз. Қасын жейміз. Тоқта, инжир ма? Инжир жейміз онда. Ай, қаппама. Ай. Екенді. Тәмсіз бен. Тәмсіз бен қатты екен. Жам жоқ қой? Дәм жоқ қой. Бұл дәм шықпыра. Инжирдің онша дәм жоқ екен. Құлпылай прям күшті екен. Кәдімгі құлпылай еш айырмашылығы жоқ. Енді қайсын жейміз? Да, киви жеп көрейік. Жеп көрейік. Жеп көр. Бір кішкене ұнады ма? Бір кәдімгі кивидің дәміне ұқсамайды ше? Қышқыл бола ма деп ойлайсың, қышқыл емес. Бір дәм деген, білмеймін, бір түсініксіз дәм. Әнем барлық вкусын дәм көріп кетіп қалды. Ары қарай өзім көре беремін дәмдерін. Так, енді банан жеймін. Мына банан нормально екен. Мынаған киви прям қатты ұнап қалды, киви қытырлады жабыр. Мына алма. Ой, алма деппін ғой, я дыня. Ең қатты ұнамаған вкус ол дыня. Алма прям қатты ұнаған вкус ол клубника. Клубника и банан. Банан бір кішкене ұнады енді. Клубника и банан ұнады маған осы екі вкус. Маған вообще ұнамады. Дәмі жаман екен. Сіздерге дәмдері ұнады ма? Сіздерге ең қатты ұнаған вкус қандай? Комментарияға жазып, жеп көрдіңіздер ме, жеп көрмедіңіздер ме, оны да комментарияға жазып, лайк басып, подписаться басып кетіңіздер. Осымен менің видеом аяқталды. Сау болыңыздар, всем пока.